Отбасында сәбидің дүние есігін ашуы адамзаттың бұл өмірдегі ең қуанышты сәттерінің бірі екендігіне еш күмән жоқ. Алайда нәрестені бағып қағу, жеткізу деген оңай дүние емес. Әрине, бір қарағанда. Қазіргі уақытта отбасылық өмірге уақытынан ерте қадам басып, ата-ана атанып жатқандар қаншама. Өздері әлі бала болса да, балалы болған жасөспірімдер мен жеткіншектердің оқиғасына құлақ түрейік. Сонымен ең жас 10 ата-ананың топтамасы. Лина Медина. Медицина тарихындағы ең жас анадан бастайық. Бұл қыз өзінің ұрпағын дүниеге әкелген сәтінде небәрі 5 жаста еді. Ол өзінің әке-шешесімен бірге Рим қаласын мекен еткен. Қыздарының іші күн өткен сайын үлкейіп келе жатқанын байқаған олар дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Ленаны алғаш боп тексерген доктор сол сәтте өз көзіне өзі сенбеген екен. Тіпті қойған диагнозын анықтау үшін білікті мамандарды шақыртқан. Нәтижесінде Ленаның жүктілігіне 7 ай уақыт толғандығы анықталды. Бұл оқиға әрине таңғаларлық. Ленадан баланың әкесі кім екендігін сұрағанмен бұл есім жұмбақ күйі қала бермек. Арада бір ай уақыт өткен соң кесар тілігін жасату үшін оған ота жасалып, дүниеге дені сау ер бала келді. Есімін оны тексерген дәрігер Джерардтың құрметіне атаған екен. Алғашында ұлы анасын әпкесі деп ойлаған, дегенмен жасы 10-ға толғанда бар шындыққа куә болды. Ал Лина болса өзін қалыпты 5 жасар қыз ретінде ұстады. Әрине, оны баласынан гөрі қуыршақпен ойнау қызықтыратын. Кейінірек ер жетіп, ол тұрмысқа шықты. Сөйтіп арада 33 жыл өткен соң өмірге кезекті ұлын әкелді. Қазіргі таңда кейіпкеріміз жұбайымен бірге зейнеттік өмірдің қызығына батуда. Шерри Джонсон. Бұл кейіпкеріміз ең алғаш жасөспірім кезінде ана атанған. Аяғының ауыр екендігін 10 жасында анасы байқайды. Негізінде баланың әкесі ересек кісі. Ол Шерридің ата-анасы жиі келетін шіркеудің қызметкері болатын. Бұл оқиға шектен шығумен тең. Бұл әрекетінен соң оны тіпті біраз жылға қамауға алмақшы болған. Бірақ бір шарт қана оны түрмеден сақтап қалмақ. Ол Шерриге үйлену. Әрине, жанға сауға керек. Ол ұсынысты қабылдап 10 жасар қызға үйленуге келісім берді. Нәтижесінде өмірге қыза келген Шерри 11 жасында оның әкесімен некеге отырады. Осыдан соң тағы 8 нәрестеге дүние жарығын сыйлап 9 баланың анасы атанған. Әрине, Шерридің алғашқы күйеуімен өмірі ұзаққа созылмады. Артынша айырылысып тынған көрінеді. Тайлер Баркер. Небәрі 12 жасар британдық Альфи Паттен атты жасөспірім әке атанды деген жаңалық бүкіл әлемді шулатқан еді. Ал 13 жасар Шентл Стедмен өмірге келген қыздың анасы. Мұнымен бәрі тоқтамады. Артынша Альфидің ата-анасы кезекті бір жаңалыққа тап болды. Баласының бұл қызбен ешқандай қарым-қатынасы болмағанына сенімді олар бұл жайттың қате екендігін растауға тырысты. Яғни олардың ойынша Шентелдің бұл қадамы жала жабу. Артынша ДНК сараптамалары жүріп, нәрестенің нақты биологиялық әкесі белгілі болды. Ол 15 жастағы Тайлер Баркер. Мұны естіген Тайлер амалсыздан мойындауға мәжбүр болды. Ойын-сауық кештерінің бірінде бұл жастар қате қадамға барып қойған алға тартты. Шон Стюарт. Ол небәрі 11 жасында әке атанды. Өзінің 15 жастағы көршісі әрі құрбысы Эмма Вебстер жүкті халге түскен болатын. Кездесіп жүрген уақыттарында Шон кешкі мезгіл сайын құрбысының шатырына жиі барыптымыз. Олардың айтуынша алғашында мүшеқап қолданған көрінеді. Бірақ күндердің күнінде бұл құрылғы жыртылып арты мәселеге айналған. Кейінірек Эмманың аяғы ауыр болғандығы анықталды. Осы себепті Шон бұл әрекетінен соң мектептен босатылған екен. Бірақ құрбысы оған тұрмысқа шықпады. Мектеп бітіріп өзге жанның жара атанған Эмма өмірге кезекті сәбилерін әкелді. Ал Шонның тағдыры абақтыға жабылумен жалғасқан екен. Эприл Вебстер және Натан Фишборн. Эприл Вебстер жасөспірімдік уақыттың кезеңіне аяқ басқан сәтінде жүктілік халге ұшырайды. Дос жігіті Натан Фишборнмен мектепте танысқан уақытында олардың жасы небәрі 13-те болатын. Қарым-қатынастары ары қарай жақсы өрбіп, Эмма 14-ке толған шағында аяғының ауыр екендігін байқайды. Нәтижесінде денсаулық жағдайына байланысты ішіндегі баланы кесар тілігі арқылы алуды дәрігерлер жөн санаған. Осының салдарынан ұлы Джейми өмірге шала күйінде келеді. Бірақ ота жүргізіліп, 11 күннен соң анасының қасына қосылады. Өзінің жасына қарамастан Натан әке атанғандығына қуанып, ұлына өз махаббатын аямайтын жеткізеді. Ал қос тараптың ата-анасы немерелі атанғандарына өте қатты қуанышты күйде. Тресса Миддлтон. Бұл кішкентай қыз ересектік өмірге өте ерте, яғни 9 жасында қадам басқан. Ол сауық кештеріне жиі барып тұратын, тіпті алкоголі бар ішімдіктерді тұтынатындығы тағы бар. 11 жасқа толғанда жүкті болғандығын естиді, ал баланың әкесі туған ағасы Джейсон. Белгілі болғандай Тресса бұл күйге зорлық нәтижесінде ұшыраған екен. Осы жайт Трессаға психологиялық тұрғыда қатты әсер етеді, ал ағасы 4 жылға тұтқынға алынды. 12 жасқа толған сәтінде перзентін дүниеге әкеледі. Бірақ оны бағып қағуға қарсы болып өзге жандардың қолына тапсырады. Күндер өтіп уақыт жылжып Трессада бой жетеді. Ол енді мүлдем алкоголь немесе ішімдік атаулыны еш қажет етпейді. Өмірдің жақсы сәттерінен ләззат алуды көздеген ол ақыры өз сүйген тауып отбасын құрады. Көпшіліктің айтуынша күйеуі өте жомарт, жақсы кісі. Дегенмен біршама уақыт кейіпкеріміз бала сүйе алмады және бұған себеп оның 11 жасындағы әрекеті де болған. Алайда біраз жылдардан соң қалауы орындалып өмірге сәбиін әкелген екен. Ал Трессаның анасы болашақта қызы мен ұлы кездесіп қайтадан тату қалыпқа түседі деген үмітте.
Әлемдегі ең жас әке. Бұл жаңа зеландиялық балақайдың есімі құпия, бірақ бізге белгілі ақпарат оның әке атанғандағы жасы 11. Ол жанұясымен бірге Оклендте тұрады, ал онымен көңіл қосқан әйел 36 жастағы азаматша. Нақтырақ айтсақ, кейіпкеріміздің мектептегі досының анасы. Қорытындысында бұл әйел кәмелетке толмаған балақайды осындай әрекетке апарғаны үшін бас бостандығынан 20 жылға айырылуға мәжбүр. Белгілі болғандай, ол 11 жасар баланы осы әрекетке бірнеше мәрте қинап шақырған екен. Нәтижесінде одан жүкті болып қалады. Балақай бұл жайтты мектеп директорына айтқан екен. Осыдан соң бұл іске тәртіп сақшылары араласқан. Қазіргі уақытта 11 жасар әке мен ұлы мемлекеттің қатаң бақылауымен қорғалуда. Белгісіз ана. Соңғы сәтке дейін өзінің жүкті екендігін мүлдем білмеген жан туралы естіп көрдіңіз бе? Таңғаларсыз бәлкім, бірақ біздің әлемде мұндайда жайттар жиі орын алады. Үндістандық 10 жасар қыз ішінің ауыра бастаған сезіп ата-анасына айтады. Нәтижесінде оны ауруханаға апарып диагностика жүргізіледі. Артынша жатырында мерзімі 30 апта толған баланың бар екендігі анықталады. Мұны естіген ата-анасы бұл нәрестеден тез арада бас тартудың қажет екендігін айтады. Бірақ дәрігерлер уақыты 20 аптадан асып кеткен бұл баланы алдырудың қауіпті екендігін алға тартады. Ақыры қызының өміріне қауіп төніп тұрған соң ота жасалып, кесарь-тілік арқылы босанады. Өмірге дені сау бала келіп, оны қыздың ата-анасы өзге жандарға табыстаған көрінеді. Ал жас ана болса бұл оқиғадан мүлдем бейхабар. Отадан соң әке-шешесі оған ішіндегі тасты алдырттық деп алдауға мәжбүр болған екен. Баланың әкесі осы уақытқа дейін беймәлім. Молли Сиригос. Ол Аустралиядағы ең жас ана атанған жан, яғни 13 жасында аяғы ауыр болған. Ал баланың әкесі өзінің 14 жасар бойфренді Оскар Вилкс. Моллидің айтуынша, оны қатты алаңдатқан жайт достарының бұл жаңалыққа деген реакциясы мен көзқарасы. Айналасындағы жандар оған баладан бас тартуды айтқан, бірақ ол көпшілікке құлақ аспады. Нәрестені дүниеге әкеліп ұлды атанды. Есімі Теодор. Молли ұлының дүниеге келуі оған есеюге мүмкіндік берген айтады. Алғашында мектептен босап, кейінірек қайта жалғастырған көрінеді. Ал әкесі Оскар қамқор әке екендігін дәлелдеуде. Екеуі бақытты ғұмыр кешіп, отбасыларына кезекті жандардың қосылуын күтіп жүр. Оскардың жасы қазір 16-та, Молли 15-те. Алдағы уақытта тағдыр оларға қандай сыйлық немесе сынақ дайындап қойды. Оны бірге еңсеруге дайын екендіктерін жеткізді. Жүйедегі ақаулық. Бойжеткендер немесе әлі балғын қыздар жүкті болып қалса, әрине, айналасындағы жандар оған нашар көзқараспен қарайды. Кейбірі көмек қолын созуға дайын күйде болса, басқасы мүлдем араласпауды жөн санайды. Біз көбіне осындай ситуация кезінде кінәліні іздеуге тырысамыз. Бұл жайтқа себепкер кім? Мүмкін кінәлі балақайдың өзі, мүмкін қоршаған орта немесе баласының тәрбиесіне немқұрайлы қараған ата-аналардың өзі. Бірақ осындай ситуацияда мемлекеттік органдар себепкер жағдайға ұшыраған. Аустралиялық бір азамат ішкі істер бөліміне кәмелет жасқа толмаған баланың ісімен хабарласады. Айтуынша, оның бұрынғы әйелі 11 жасар қызына өзінен бірнеше жас үлкен еркектермен жыныстық қатынасқа түсуіне рұқсат беретін көрінеді. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер бұл іске араласа алмайтындығын жеткізеді. Нәтижесінде жасөспірім қыз 12 жасқа толғанда жүкті болып қалады. Осыдан соң ішкі істер бөлімінің қызметкерлері қателіктерін мойындарын алып, алдағы уақытта жас ананың жағдайын жасауға қол ұштарын беретіндігін хабарлайды. Ал ата атанған азамат өз қызына қарайласып, немересіне қолдан келгенше көмектесетіндігін айтады. Әлемде дәл осындай жағдай өте жиі орын алуда. Мәселен, әлемде жасөспірім қыздар ана атанғаннан кейін 50% мектепті тастап кетеді, ал небәрі 10% ғана оқуды жалғастыратын көрінеді. Бұл жандардың басынан өткен оқиғалар сіздерге сабақ болар деген үміттеміз. Мұндай қателікке бой алдырмай, алдағы өмір жайында тереңірек ойлағандарыңыз жөн. Жасөспірімдердің қате қадамы қоғамның бүлінуіне әкеп соқпақ.